Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз проценті бойынша санды табуды үйренетін боламыз. Жалпы осыған дейінгі сабағымызда біз санның процентін табуды үйрендік. Жалпы процент ұғымымен таныстық. Енді бүгін проценті бойынша санды табуды үйренеміз. Алдағы уақытта күрделі проценттерге есептер шығарамыз. Ол сіздерге өте қызықты есептерді шығаруға үйренетін боламыз. Сондықтан да каналымызға тіркеліп, өздеріңізді қызықтырған сұрақтарды қойып кетсеңіздер болады. Жалпы проценті бойынша санды табу дегеніміз не? Проценті бойынша санды табу үшін біз осы процентті жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеп алып, берілген санды осы бөлшекке көбейтуіміз қажет. Оны қазір мына мысал барысында мен формуласын жазып көрсететін боламын. Мектептің бастауыш сыныптарында 480 оқушы оқиды. Бұл мектептегі барлық оқушылардың 60%-індей. Мектепте барлығы неше оқушы оқиды? Енді қараңыздар, проценті бойынша санды табу дегеніміз не? Жалпы проценті бойынша санды табу ол мына формула арқылы анықталады. А тең В бөлінген 100-ден П. Міне біздің ізделінді санымыз А. Ізделінді сан. Бұл ізделінді сан 100%-ке сәйкес келетін сан. Ал В деп отырғанымыз, бұл проценті берілген сан. Проценті берілген сан. Ал П сіздерге түсінікті, бұл процент саны. Процент саны. Енді қараңыздар. Мектепте бастауыш сыныптарында 480 оқушы оқиды. Бұл мектептегі барлық оқушылардың 60%-індей. Енді мектептегі барлық оқушыны қанша екенін білмейміз. Яғни біз 100%-ке сәйкес келетін санды білмейміз деген сөз. Яғни аны білмейміз. Сол аны табуымыз керек. Мектепте барлығы неше оқушы оқиды дейді. Ал формулаға салып көрейік. А тең берілген проценті берілген сан, ол бізде 480. Осы 480-ге сәйкес келіп тұрған процент, ол 60%. Яғни 100-ден 60 тең. 480-ді көбейтеміз 60-тан 100-ге. Осы жерде біз жай бөлшектерді бөлу ережесін есімізге түсіруіміз керек. Яғни натурал сан мен жай бөлшекті бөлген кезде натурал санның бөлімінде бір бар деп есептейміз. Сөйтеміз да екінші бөлшекке кері бөлшек жасамыз. Кері бөлшек дегеніміз алым мен бөлімнің орны ауысады. Егер ол жай бөлшек болса. Ал егер ол жерде аралас сан тұратын болса, оны міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Сосын барып алым мен бөлімнің орнын алмастырып, яғни кері бөлшекті жазамыз. Енді 480 мен 60 қысқарады, байқап тұрсыздар. Өйткені 480 бөлімінде бір бар. 60-ты 60-қа бөлем 1, 480-ді 60-қа бөлсем 8 шығады. 8-ді 100-ге көбейтем 800. Демек, мектепте қанша оқушы бар екен? 800 оқушы бар екен деген сөз. Міне, бар болғаны біз бұл жерде берілген санды не істедік? Осы берілген процентке бөлдік. Яғни сол процентті ондық бөлшекке айналдырып алып, немесе жай бөлшекке айналдырып алып бөлшекте болады. Бірақ жалпы формуласы бізде осылай. Яғни А тең В бөлінген 100-ден П. Жақсы, енді келесі есептерді көрейік. Бізге оқулықтан есептер алынған екен, яғни шебер
295 бөлшек дайындап, жоспарды 18%-ке артық орындады. Шебер неше бөлшек дайындауды жоспарлаған еді дейді. Енді қараңыздар. Шебер жалпы 200, басқасымен жазайық, жақсы көрінбейді екен. Шебер бізде 295 бөлшек дайындау қажет еді. Дайындаған, 295 бөлшек дайындаған. Енді ол 295 бөлшек дайындап, жоспарды 18%-ке артық орындады. Жалпы 18%-ке артық орындады деген сөз, демек ол 118% орындады деген сөз. Балалар, мынаны естеріңізде сақтаңыздар. Егер 15%-ке артық десе, біз оны 115% деп жазамыз. 15%-ке кем орындады десе, оны біз 85% деп жазамыз. Міне осындай нәрселерді сіздер өздіктеріңізден есептеп отыруларыңыз керек. Сол үшін есептің шартына мұқият мән беру қажет. Енді формулаға салсам, А тең В бөлу 100-ден П, В деп отырғанымыз біздің 295 бөлшек. Көбейту, орындарын ауыстырып жазайын. 100 алымына кетеді, бөліміне П кетеді. П бізде 18%-ке артық орындаған, демек 118 тең. Енді 295-ті 100-ге көбейтіп, 295 100-ге көбейтсем 2-0 тіркей саламын, 118. 295-ті 118-ге бөлсем 250 шығады екен. Демек, ол шебер неше бөлшек дайындауды жоспарлаған? Басында 250. Бұл осы 250 деген бөлшек неге сәйкес келетін бөлшек? Бұл 100%-ке сәйкес келетін бөлшек. Бірақ ол жоспардың 18%-ке артық орындағандықтан, ол қанша бөлшек дайындады? Ол бізде 295 бөлшек дайындаған екен. Жақсы, сіздерге түсінікті болды деген ойдан. Енді келесі есеп. Мұздатқыштың 10%-ке арзандатылғаннан кейінгі бағасы 72.900. Бұл да тура осы есепке ұқсайды екен, қараңыздар, 1604 72.900. Бұл 10%-ке арзандатылғаннан кейінгі бағасы. Мұздатқыштың арзандатылғанға дейінгі бағасын табуымыз керек. Яғни 72.900 теңге ол 10%-ке арзандатылған кездегі бағасы, демек бұл 90% болған кездегі бағасы. Ал енді біз 100% табуымыз керек. 100% табу үшін тағы да осы формулаға саламыз. Яғни А тең не болады бізде? 72.900 бөлу 100-ден 90 тең. 72.900 көбейту, қысқарта салайын, 10 алымына кетеді, 9 бөліміне кетеді. Енді қысқартып жаздым, және бөлшектерді бөлу. Бөлшектерді бөлген кезде біз алым мен бөлімнің кері бөлшек жазамыз еді, яғни алым мен бөлімнің орнына ауысады дедік. Енді 72.900-ді 9-ға бөліп алсақ болады, қысқартсақ. 1, мына жерде 81 болады, 2-0 тіркей саламыз. Сонда 81.000 болады екен. Міне ол бастапқыда 100% кезінде 81.000 болған. Ол 10%-ке арзандатылған кезде бағасы 72.900 болды. Яғни 90%-тік бағасы шықты. Міне осы мысалдарды өздеріңіздің дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, чатта төменгі жағында сұраңыздар. Және мен сіздерге қосымша тапсырма бергім келіп отыр. Енді сіздерге тапсырма. Проценті бойынша санды тапқан кезде, мына сандардың 100%-ға тең 100%-ық санды тапсаңыздар. Мысалға 3% 12-ге тең сан, 10%
28-ге тең сан, 9,125-ге тең сан. Мына жерге тағы жазайық. 27-ге тең сан. Және 60% 42-ге тең сан. Және 72-ге тең сан дейік. Осы жерде кез келген біреуін көрсетейін. Мысалы, мен сіздерге біріншісін көрсетейін. Сонда сіздер қалған бесеуін шығарасыздар. Қараңыздар, 3% 12-ге тең сан. Демек, формулаға салам. А тең 3% 12-ге тең сан, ол бізде 3/100-ден 12 болады. 3% 12-ге тең сан деп тұр. Демек, біз 100%-ын табуымыз керек. Сонда осы формуланы қолданасыздар. 3 көбейту 12-ден 100, 1 4. Енді 100-ді 4-ге бөлемін. Жоқ. 3%, мен қате жазып жібердім ғой. 3% 12-ге тең сан. Мына жерде өшірейін. Формуланы берілген қате жазып жібердім. Енді қараңыздар, 12 бөлу 100-ден 3% жазам ғой алымына. Сонда 12 көбейту 3-ден 100 болады. 1 4, демек 400 екен. 3% 12-ге тең сан, ол бізде 400 екен. Яғни 400 деген санның 3% 12-ге тең деген сөз. Жақсы, келесі 5 есепті шығарып, осында жіберсеңіздер болады. Астында комментарийде күтемін. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.